Сіз білмей лақтырып жүрген пияз қабығының пайдасы. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем екендігі жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Қызықты ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Пияздың емдік қасиетін бәріміз жақсы білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сіз бұрын естімеген болсаңыз, видеомызға назар аударыңыз. Құрметті достар, қазақша арнамызды осы айдың аяғына дейін 30 000 жазылушыға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сіздерден арнамыздың дамуы үшін арнаға жазылуды, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздің жаңа әрі пайдалы видеолар шығаруымызға шабыттандырады. Пияздың қабығы Е, Б, С, ПП дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа және инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек, қан тамыр ауруларының алдын алады, еркектік қуатты арттырады, иммунитетті жақсартады, рак ауруымен күреседі, ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан тазалау, ішек жолдарын реттеу және асқазанның жұмысын жеңілдету секілді пияздың орасан зор пайдасы көп. Ас қорытуды жақсартады, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіріп, ангина кезінде ем болады, қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді және де терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Пияздың қабығы қалай емдейді? Жүрекке пайдасы. Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына өз септігін тигізеді, жара тез жазылатын болады, жүрек қағысын реттейді. Асқазанға пияздың пайдасы қандай? Асқазан және ас қорыту жолының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Пияз қабығы қан айналымды реттейді, варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероздың ауруларынан айықтыратын болады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Сонымен қатар пияз қабығы инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа болып табылады. Сонымен қатар қайызғақ, табан қотырлануын, тері ауруларын, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшық еттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, шашты қайратты, жылтыр етеді және қуаттандырады. Әрі шаштың жылтырлығын арттыруға көмектеседі екен. Пияз қабығын қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнатып алған соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минут өткенде тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. Оның дайындау әдісі мынандай. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылып қалуын қойдырады, әрі ісініп кетуді болдырмайды екен. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тиіп қалудың алдын аласыз, тамаққа тәбетіңіз ашылып, қан тамырларыңыз тазаланатын болады. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты ас қасық бақбақ және жарты ас қасық мың жапырақ шөбін араластырасыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып
150 мл ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдаған дұрыс. Емделу мерзімі 10 күн уақытты алады. Тамағыңыз жиі ауыратын болса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шаятын болсаңыз, тамағыңыз тез жазылатын болады. Ал егер де тұмау болып қалсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұсақталған пияз қабығын сеуіп, 3-4 минут ыстық бумен демалыңыз. Сонда тұмаудан тез арада жазылуға себепші болады. Жөтел мазалап жүрсе, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және сүзгіден міндетті түрде өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден 30 минут бұрын стаканның 4-тен 1-ін тұтыныңыз. Бүйрек ауырғанда тағы да пияз қабығымен бір рецепті бар. Егерде бүйрегіңізбен қуық жағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стакан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып тұрса, күніне 2 рет 50 мл-ден 3-4 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыныңыз. Тамыр аурулары мазаласа, 2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып, 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң, жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 реттен тамақтанудың алдын 30 минут бұрын 20 тамшыдан ішіңіз. Және де тағы тәсілдері бар. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мл қайнаған ыстық су құйып, 6 сағаттай уақыт күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын стаканның 4-тен 1 бөлігін 7-10 күн ішіңіз. 1 апта үзіліс жасап, емдеу курсын жалғастыруыңызға болады. Пияз қабығының пайдасы. Біріншіден, ас қорытуға жақсы әсерін тигізеді. Пияздың иісі өте жағымсыз екенін бәріміз жақсы білеміз. Алайда, бұл көкөністің бойындағы ең құндысы да осы. Пияздың бойындағы эфир майы ауру қоздыратын құрт, бактерияларды жояды. Сондықтан оны салатқа, бірінші және екінші тағамға жалпы сәйкес келеді деген барлық тағам түрлеріне қосып, үнемі пайдаланған жөн болады. Пиязды жиі тұтынып жеп жүріңіз. Кез келген ауруыңызды емдемес бұрын дәрігерден кеңес алыңыз. Өзін-өзі емдеу өміріңізге қауіпті болып табылады. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келеді? Комментарийге жаза кетіңіз. Сіздің ойыңыз бізге өте маңызды. Ауырмаңыздар, сау болыңыз.